Сәлем балалар! Бүгін біз дыбыстарды машықтандыру тақырыбындағы сабақтарды жалғастырамыз. Бүгін қандай дыбысты өтетінімізді білгілерің келе ме? Олай болса, алдымен суреттегі артикуляциялық жаттығуларды жасаңдар. Жарайсыңдар балалар, артикуляциялық жаттығуларды керемет жасадыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Л дыбысы. Л дыбысында біз балалар Қазақстанның оңтүстік астанасы Алматы қаласында саяхаттайтын боламыз. Алматы қаласы Қазақстанның бірінші астанасы. Алматы үлкен қалалардың бірі болып саналады. Алматыға жету үшін балалар, мен әуежайға келдім. Балалар, менің ұшағым кешігіп жатқан сияқты. Ұшақ тезірек келу үшін барлығымыз бірге «Ал» деп айтайықшы. Рахмет. Сендер Л дыбысын дұрыс айтқандарың үшін менің ұшағымда тез келді. Балалар, менің ұшағым ұшпай тұр. Себебі ол бізге тапсырмалар дайындап қойыпты. Егер тапсырманы дұрыс орындасаң ғана, мен тез сендерді Алматыға алып барамын дейді. Балалар, маған тапсырманы орындауға көмектесесіңдер ме? Ұшақтың бірінші тапсырмасында бәріміз бірге ән шырқау керек екенбіз. Әнді бірге шырқаймыз ба? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Алматы әсем қала. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, менімен бірге биле. Ал-ал-ал-ал-ал-ал-ал, алмасы секілді бал. Ел-ел-ел-ел-ел-ел-ел, қыдырып Алматыға кел. Ұшақтың келесі тапсырмасында Л дыбысын сөздердің басында машықтандырады екенбіз. Балалар, мына суретте нені көріп тұрсыңдар? Иә, бұл ешкі. Ал ешкінің төлі қалай аталады? Дұрыс, ешкінің төлі лақ деп аталады. Ал ұшақтың келесі тапсырмасы жұмбақты шешу екен. Олай болса, жұмбақты тыңдап көрейік. Тоқ сары емес сары, дөңгелек емес сопақша, көкөніс емес жеміс. Ол не? Дұрыс, ол лимон. Мінекей, сендердің арқаларында Алматы қаласына да келдім. Балалар, біз Алматыға саяхатымызды Медеу мұз айдынынан бастадық. Медеу мұз айдынын аралап көргілерің келе ме? Медеу мұз айдыны да бізге тапсырмалар дайындап қойыпты. Оны орындайсыңдар ма? Бірінші тапсырмада балалар Л дыбысын сөздердің ортасында машықтандыру керек екен. Мына жемістерді қараңдар. Бұл жемістердің ішінде Л дыбысы кездесетін жемісті атаңдар. Дұрыс, бұл алмұрт. Ал енді суреттегі ертегілерге мұқият қараңдар. Бұл қандай ертегі? Ал мынау ше? Ал мына ертегі қалай аталады? Ал осы ертегілердің ішінде Л дыбысы сөздердің ортасында кездесетін ертегінің атауын тап. Дұрыс, бұл шалқан ертегісі. Мінекей, Медеуде мынадай биік-биік таулар. Сонымен қатар коньки тебуге арналған мұз айдыны. Және көліктерге арналған автотұрақ бар екен. Енді біз Алматыны аралауды Көктөбеде жалғастырамыз. Көктөбе Алматының көрікті әрі таңғажайып орындарының бірі. Ал Көктөбені аралап көру үшін
міндетті түрде Көктөбенің берген тапсырмаларын орындауымыз керек. Көктөбенің тапсырмаларында балалар Л дыбысын сөздердің соңында машықтандырамыз. Балалар, мынау не? Дұрыс, бұл гүл. Ал бұл гүлдің түсі қандай? Иә, бұл гүлдің түсі қызыл. Сендер тапсырманы дұрыс орындағандарың үшін Көктөбені бірге аралаймыз. Мынау Көктөбенің негізгі нышаны алма. Бұл Субұрқаққа келген қонақтар арман тілектерін айтып, майда тиындарды осы Субұрқаққа тастайды. Ал мынау белгілі Битлз тобына арналып жасалынған ескерткіш. Көктөбеден балалар қалаға қарайтын болсақ, қала алақандағыдай болып көрінеді. Балалар, Алматыға саяхатымыз әзірге осымен аяқталады. Менің ұшаққа отыратын уақытымда болып қалды. Сол себепті балалар, келесі дыбыста кездескенше аман болыңдар.